Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бауырдан жасалынатын өте пайдалы әрі дәмді торттың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Бізге қажетті бауыр, жұмыртқа, май, ұн және де сүт. Мен алдын ала бауырды тазалап қойғанмын, өлшеп. Осылай блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Және де оның үстіне 1 стакан сүтімізді салып, блендердің көмегімен жақсылап езіп аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін май, дәміне қарай тұз және де бұрыш салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Барлығы бір-біріне сіңісіп тұруы қажет. Одан кейін ұнымызды асыдан сала отырып араластырамыз. Қатты қою немесе сұйық болып кетпеуі қажет. Бізде бұл жерде ұнды қосу өте маңызды. Бір жасап үйреніп алсаңыз, қонақтарыңызға ұсынуға да өте керемет және де дастарханыңыздың көркін ашатын холодный ассорти болып табылады. Одан кейін блиннидің тапасын осылай мен жақсылап қыздырып қойдым, май жағып. Одан кейін қамырымызды орналастыра бастаймыз. Жалпы блинчик жасағандай қылып пісіріп аламыз. Осылай жан-жағына келтіріп, домалақ етіп, өте қалың май құйып шығатын боламыз. Өйткені тез піседі бізде бауыр, орталарда пісуі қажет. Міне уже бізде пісті. Піскеннен кейін өсіп көпіршіктеніп, шариктер, тесіктер шыға бастайды. Келесі бетіне ауыстырып, келесі бетіне пісіріп аламыз. Қызартып, жақсылап пісіріп алыңыздар. Баяу оттың астында, өте қатты оттың астында тұрмауы қажет. Одан кейін келесі кезде бізде начинкасы сәбіз және де пияз болатын болады. Дәміне қарай мен бұрышын салып, жақсылап сәбіз бен пияз өлгенше пісіріп алатын боламыз. Ешқандай да су қоспаймыз, тек қана оттың астында осылай майға қуырып пісіреміз. Келесі кезекте мен майонезге укроп, чеснок, бұрыш салдым. Осылай жақсылап араластырып аламын. Одан кейін тортымызды жинай бастаймыз. Майонез саламыз. Одан кейін үстіне жаңағы сәбіз бен пиязымызды саламыз. Осылай жалғастыра беретін боламыз. Осылай тортымызды құраймыз. Кейбір кісілер укропты ұнатпауы да мүмкін, оны қоспасаңыздар да болады. Мен өзім жақсы көретін болғаннан кейін кез келген аскөкті көкөністерді қосқанды жақсы көремін. Және де бетін сәндеу үшін жұмыртқаны күштен өткізіп дайындап алдым. Осылай сарысын ортасына, ағын жан-жағына әдемі көріну үшін. Ал сіздер бір жұмыртқаны жай ғана күштен өткізіп сала берсеңіздер де болады. Бұл жерде айттым ғой, укроп қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Холодильникке бір кішкене жарты сағатқа салып қойсаңыздар, барлығы бір-біріне сіңісіп тұрады. Жеуге болады әрмен қарай. Міне бізде осындай өте керемет әрі дәмді бауыр торт пайда болды. Сіздер жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.